Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, бүгін қазақ кинолары туралы сөз қозғаймыз. Қазір қит етсе киноны сынаушылар көп. Қазір бар ғой, саусағы бар адам бәрі пікірші. Бірдеңені сынауға шебер тұрамыз. Соңғы бір ай ішінде қазақстандық режиссерлар түсірген кинолардың көпшілігін көріп шықтым. Шыны керек, маған өте ұнады. Әзілдері жеңіл, қабылдауға икемді. Фильмдер туралы пікірлерді де қарап шықтым. Әр елден көрермендер. Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан елінің халқы да қызыға тамашалайды. Сонымен топ 10 қазақ киноларын назарларыңызға ұсынамын. Ескерту, бұл тек менің пікірім. Вот деньги. Жігіттерден құралған трио музыкалық аппарат алуға қалаға келеді. Ауылдық жігіттердің аңғалдыға, сан түрлі қызықтарға жолықтырады. Соңында музыкалық топ құрып тығырықтан шығады. Оралман из Питера киносы 10-шы орын. Фильм ужасов. Это идея. Бұл кино 2017 жылы жарыққа шыққан. Режиссері Асқар Бейсенбиннің туындысы. Кино желісі бойынша жас режиссер өзінің алғашқы фильмін түсіруге қарыз. Бұл іс нәтижесіз болған соң балаларға арналған телевизиялық жобаға жұмысқа кіреді. Сол жерде әріптестерінің көмегімен арзан кино жасай алатындығына сенеді және мақсатына жетеді. Постельные сцены будут? Не планируется? У меня была главная роль. Чай, кофе. Кофе можно? Я владею гостиницей, которая досталась мне от отца. Мой отец был успешным бизнесменом и ответственным человеком. В отличие от него, я безалаберный и безответственный. Кез келген бизнестің табысты болуы қызметкерлерге байланысты. Басты Екпер Жомарт бизнесін жаңа деңгейге көтеру үшін шетелдік инвесторлармен келіссөз жүрді. Алайда сол уақытта қонақ үй қызметкерлері жұмыстан шығып кеткен еді. Жобаның басты кейіпкері және продюсері Нұрлан. Оның айтуынша кәсіпкерлерді емес, туыстар арасындағы бауырмалдықты көрсетуге тырыстым дейді. Выплачивали зарплату персоналу. Когда я начинал работать в этой гостинице, я вообще зарплату не получал. Потому что это гостиница вашего отца. Дорогие родственники, скоро мы станем отелем международного класса. К нам из Америки прилетает эксперт. Его зовут Адам Эмерс. Welcome to Kazakhstan. Негр. Бұл фильмді «Бизнес по-казахски» фильмнің жалғасы десе де болады. Жалпы Нұрлан Қоянбаев 5 кино түсіріпті, соның ішінде халыққа танылып, қызға тамашалағаны осы кинолар. Кинода қызықты оқиғалар, сүйіспеншілік, бауырмалдылық насихатталды. Әзілдері де көпшілікке түсінікті, жағымды. Америкада таксист лақтырып кеткенсің ғой. Жапшы аузыңды. Are you Mr. Chen and Mr. Chmo? Mr. Chen, Mr. Chmo. 不好意思啊，我听不见你在说什么。说什么？这个我能哪个见到说什么？你得准备跟吃说嘛。 Казахстан, знаешь? Астана, Экспо, Ерке Исмахан. жылы түсірілген фильм. ютубта бұл кино 5 миллионға жақын қаралым жинаған. Кино желісі бойынша ауылына қайтпай қалған студенттер мен мұғалім кешкі отырысқа жиналады. Үшеуі байқамай сиқырлы су ішіп қояды. Жалпы қарап отырсақ, қазақ киноларының барлығы сиқыршы, дуашылармен байланысып жатады. Бұл киноға 7-ші орынды бердім. Привет. Я на работе задержался, извини. Ну, еще раз на нашу годовщину. Да, давай. Кто-то появился. Да кім қарайды оған? Я тебя успокоить пытаюсь. Имя у нее такое кривое.
Зарина. Мою дочь зовут Зарина. Әйел қабырға емес. Қазақша осылай аударылады. Оқиға қарапайым қазақ отбасында өрбиді. Бір күні әйелі күйеуінің көңілдесі бар екенін біліп қояды. Басқа елдер сияқты жанжал шығарғысы келеді, бірақ жақын құрбысы сабырмен, ақылмен шешуге ұсыныс жасайды. Алайда сол құрбысы күйеуінің жаңа қызы болып шығады. Осылайша кинода қазіргі таңдағы қазақ әйелдерінің басты мәселесін талқыға салған. Ударь меня. Кумас. Все вы, мужики, одинаковые. Кажется, я что-то нашла. Кино ене мен келін арасындағы бітіспес дауды суреттейді. Бұл жерде де жанжалды шешу үшін сиқыр қолданылады. Денелері өзгеріп кеткен ене мен келін бір-бірінің жанын түсіне бастайды. Отбасымен көруге арналған фильмде әзіл де, драма да бар. А ты знаешь, если этот проект понравится инвестору? Да, то мы выспимся уже в нашей новой квартире. Коха, ты выйдешь за меня? Нет. Как нет? Мои братья, они будут против. Я ничего не боюсь. Никого. Маған ұнаған кинолардың бірі. Жақында кинокартинаның екінші бөлімі шықты, бірақ екіншісін көру үшін осы бөлімді тамашалау керек. Басты кейіпкер Гаухар таңдаудың ортасында қалады. Гаухардың жігіті Айдар ағаларына ұнау үшін неше түрлі іске. Кино Құралай Анарбекованың алғашқы толықметражды картинасы. 2017 жылдың 26 қазанында жарыққа шыққан. Содан бері 7 миллион қаралым жинап үлгерді. Мен сіздерге айттым ғой, қанапияды, батмандаш деп айттым ғой, өтіндім ғой. Сен амеке десе жақсы ма? Ничей. Козел десек, козел екенсің. Скажи честно, Айдар. Кто лучше целуется, я или она? Братишка, ты чё? Чё, дофига каратишь, что ли? А? Да я не знаю, ну... Наравне. Молодые люди, заглохло. Не толкнете, а? Могу только речь толкнуть о том, что нужно нормально машину покупать. Она же против ветра не едет. 25 күн ішінде Астана қаласында түсірілген фильм. Оқиға әйелдер әлеміне түскен 3 жігіт туралы. Ол әлемде қыздардың өз заңдары бар, әлгі 3 жігіт олардың кез келген тілегін орындауға міндетті. Тіпті жоғарыдан секір десе де. 8 наурыз күні отбасымен көруге таптырмас кино. Айтпақшы, барша әйелдер қауымын келе жатқан мейраммен құттықтаймын. Катамаран женский. Завелась все-таки. Или это ветер попутный? Подвести? ТТ-ның фильмі «Ұлы дала комедиясы». Фильм қазақша түсірілген үшін алғашқы орынға қойдым. Желге шыққанына 2 ай болса да 7 миллионнан астам қаралым жинаған. Кино сценаристі Абусайд Төлегеновтың айтуы бойынша, біз әзілде емес ең бірінші жұлдыз ауруын көрсеткіміз келді деген екен. Картина 23 күннің ішінде Алматы қаласында түсірілген. Сен кімсің? Бәрінен құтылдың. Сенде енді жаңа өмір. Айсұлу! Мен саған сыйлығым бар, Айсұлу! Сен дұрыс айтасың, мен оған көзім жетті. Бұл сенің балаң. Аталған кинолар туралы сындар өте көп. Арзан кино, жеңіл кино, тарихи кинолар неге түсірілмейді деп жатады. Мысалға, Жау жүрек мың бала фильмі жаңа ғасырдың ең сапалы тарихи киносы. Мұны түсіру үшін 7 миллион доллар бюджет қаржысы кеткен екен. Жекелеген адамда мұндай қыруар қаржы бола бермейді. Бұлар коммерциялық кино болғандықтан халыққа өтінсін түсіруге тырысады. Сын деген, сенің жақсы болсын деген ниетке бағытталу керек. Бізде кейбір сындар сені
апарып тастайды да мынау енді бір жек көрінішті қасиетпен айтылады да сындар. Сондықтан қолдайық, орында сын айтайық. Бастысы қазақ жастары шетел киноларын көріп жатқан жоқ. Ақпарат ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар.